Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ әдебиеті сабағы 5-ші сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы «Адамдық диқаншысы» өлеңі. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы қыркүйектің 5 күні қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытөбек ауылында дүниеге келген. 1938 жылы, кейбір деректерде 1937 жылы ату жазасына кесілген. Ахмет Байтұрсынұлы кім деген сұраққа жауап беретін болсақ, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіл білімінің, қазақ әдебиетінің негізін салушы, қазақ әліппесін жасаушы, Алаш партиясының көсемі, ақын, аудармашы, түркітанушы, ғалым болған. Ахмет Байтұрсынов мысал жанрының негізін салушы. Мысал деп отырғанымыз қысқа, астарлы, тәрбиелік мәні бар өлең немесе әңгіме. Ерекшелігі: қара сөзбен де, өлеңмен де жазылады. Мысал кейіпкерлері адам тілінде сөйлейтін жануарлар немесе өсімдіктер болуы мүмкін. Адам бойындағы кемшілік мінсін алып, түйінді ой тастайды. Дәптерімізге жазып аламыз. Ахмет Байтұрсынұлының ең негізгі еңбектері 1909 жылы жарық көрген 40 мысал жинағы. Бұл 40 мысал жинағына Крыловтан аударған мысалдары енгізілген. 1911 жылы жарық көрген Маса өлеңдер жинағы. Маса өлеңдер жинағында Ахмет Байтұрсынұлының барлық өлеңдері қамтылған. 1924 жыл Тіл құрал және 1926 жылы жарық көрген әдебиет танытқыш еңбектері ең негізгі еңбектері болып саналады. Ендеше оқулығымыздың 85-ші бетіндегі «Адамдық диқаншысы» өлеңін оқып шығып, 85-86-шы беттегі 1-ші, 2-ші, 3-ші тапсырмаларды жазбаша орындаймыз.